Ол ер азамат полномочиясын асқан кезде проблеманы өзіне қарай қабылдамау керек негізінде. Вот он, например, қате жасап жатыр, жауапкершілік алмады, қорғамайды, дөрекі сөйлейді, сыйламайды. Біз әйелдердің ең үлкен қатесі менде проблема деп ойлап кетеміз. Мен дұрыс емеспін. Мен қалай да сол адамның көңілін тап өзгертсем. Мына өзіңді өзгерт деп айтып жатыр ғой. Сол өзіңді өзгерттің бағыты дұрыс емес та. Өзіңді өзгерт дегенде мен күйеуімнің ризашылығын қалай табам? Мен енем сөйлемегенін қалай істесем екен? Сонда 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл бір әрекет жасап, басқа нәтиже күтуде әйелдер. Қандай әрекет жасайды? Мен осы ер адамның көңілін қалай табалам деген сұраққа жауап берген кезде, наверное, мен тамақ пісіру керекпін, одан да көп бала туу керекпін, одан да қаттырақ мамасына қарау керекпін. Я болмаса мамасы тиісіп жатқан кезде енеміз. Дәл осы енем менің ақша құртқанымды қаламайды, значит, мен ақша құртқанымды көрсетпеу керекпін. А еще хуже, вообще құртпау керекпін. Өзіме ештеңе алмау керекпін. Мен бірдеңе сатып алсам, күйеуім бірдеңе сыйласа, енем жақтырмайды деп тығып отырған. Күні кеше осындай пациент келді. Жап-жас қыз, 25-тегі, 40-тағы ер азаматқа тұрмысқа шыққан. Ер азаматы мамамның көңілін тапсаң болды деген позициямен өмір сүреді. Бірақ өмір бойы сен баласы ретінде көңілін таппаған әйелдің, ененің, мамаңның жаңа келген келін қалай табады оның көңілін? Сосын ол әйел ене ретінде өзі бақытсыз болам, недовольный болам, өмір бойы ештеңеге қанағат етпеймін деп қабылдаған шешімге мына жас келген келін қалай өзгертеді ол шешімді? Базова бақытсыз адам, базова өзі сондай бір недовольный болып жүрем деген адам. Ол солай шешім қабылдады. Енді бұл келіншек, жас келген келін. Мен приколым бар, сөйтіп айтатын, артқа қарай сальто жасаса да, енесі үшін. Ол ене недовольный болып қала береді. Сонда мына біздің қынжылатын психикалық стресске түсетін жағдайымыз осыдан туындап тұр да. Тек бір ғана қате шешім қабылданған үшін. Мен күйеуімді, енемді шынымен риза қыла аламын деп сену енді высшей степени наивность. Эльмира ханым, бұл әдемі айтылып жатыр, бірақ классика түрінде. Енді осыны қарапайым тілмен айтыңызшы. Неден бастау керек, не істеу керек? Мына бірінші, ешнәрсе істемеу керек деген секілді. Осылай. Бірінші, келін үйге келді. Ол келін ан жақта андай программа күтіп тұрған, ешкім оны болжамайды. Біз білеміз, мына жас тұрмысқа шықпай жүрген қыз келіншектердің бәрі бұл программаларды білет, бірақ тұрмысқа шыққан кезде, вот с кем угодно, только не со мной. У меня будет все хорошо деп тиеді. Розовые очки. Конечно, ол розовые очки керек тұрмысқа шыққан сәтке дейін. Поэтому мы эти очки не снимаем девочкам. Мы говорим, там классно, надо выходить, хотя знаем, какой фестиваль там ждет. Также ер азамат та сөйтіп ойлайды. Қазір бұл қыз келеді, мамамның көңілін табады, менің тамағымды пісіріп, менің көңілімді табады. Бірақ он не учитывает же ее психологический фактор. И, конечно же, бұл розовый очки екеуінде де болуы тиіс, үйленгенге дейін. Үйленгеннен кейін ол шешіледі. Қанша сен байлап ұстасаң да ол очкиді, ол шешіледі, ол өмір болғаннан кейін күйеуіңнің қандай екенін көресің. Мен айтып тұрмын ғой, мен өзім тұрмысқа шыққанда тойдан кейінгі таңында оянған кезде мен күйеуім танымай ояндым. Басқа адам болып кетті ма? Вообще. Сөйтіп 15 жыл стрессте жүрдім ғой. Мен тұрмысқа шыққан күйеуім қайда деп. Сөйтіп 15 жылдан кейін екеуміз отырып сөйлессек, ол да шок болған екен ғой. Кеше ғана жақсы көрген жаңағы қызым тұрмысқа шыққаннан кейін мынау да өзгеріп кетті деп. Просто взгляд өзгереді. Негізі адам өзгермейді. Негізі тек көзқарас өзгереді. Если сен кеше бұл қызға мен жүріп жүрген қызым ретінде қарасаң, бүгін бұл уже әйелім. Әйел болған программа ол басқа. Ана это должна, то должна қосылады да, и әйелде де солай. Жігіт болып жүрген кезінде одан спрос аз. Енді сен менің күйеуімсің ғой деген требование ол басқа. Осы жерде сөзіңізді бөлсем. Жаңағы ер азаматтың списогі өте ұзақ та. Әйелге қойылатын, қыз келіншектерге қойылатын вообще список ұзақ. Ананы істеу керек, мынаны істеу керек, мынаны істеу керек, мынаны істеу керек. Бірақ еркектерде ондай список жоқ. Ешкім бар екенін айтпайды. Бірақ қараңыз, бұл жерде сіз айтып тұрсыз ғой, міне ер адам, міне әйел адам. Ер азаматтың әйелге қоятын талабы списогі үлкен. Но ер адамның ондай списогі жоқ деп тұрсыз. Получается, он должен был список әйелге составить и еще өзіне составить. Осы жерде чуть-чуть честно. Қараңыз.
неге әйел адамға қойылатын талап өте көп? Потому что ер азамат қойып тұр ол талапты. Қай жерде? Кім қоймай тұр талапты? Почему у него? Конечно. Біз күйеуге шыққанда лишь бы шықсақ деп шығамыз ғой. Ештеңе талап етпейміз. Мен мысалы өзімнің клиенттерімнен сұраймын. Сен тұрмысқа шығар алдында осыны сұрадың ба? Сен білдің ба оның ішіп жүргенін? Білдім. Талап қойдым ба үйленгеннен кейін? Қоямыз деп. Жоқ, мен ойладым, үйленгеннен кейін өзі қойып кетеді деп. Игроман екенін білдім ба? Білдім, что ойнап жүрді. Ал енді талап қойдым ба? Қоймаған. Сен білдің ба ол бір үйдің жалғыз баласы екенін? Білдім. Сен талап қойдың ба? Мен ертең саған тұрмысқа шыққанда, сен мамаң туда, мен сюда, сен мына жерде болу керексің. Мен солай қалайым. Қойдың ба? Жоқ. Ол мені жақсы көреді, ол мені қорғап қалады деп ойладым. То есть, ер азамат қыз балаға талапты қояды. И бұл қыз тұрмысқа шығып атқанда, бұл ер азаматқа біліп шығады қай жаққа баратқан. Поэтому шыққаннан кейін возмущение да айта алмайды. Анаға. Себебі басында қоймаған. Конечно. Жоқ, қоймаған емес. Мына ер азаматтың қойып тұрған талабына бұл келісіп тиіп тұр. Ал енді қыз бала талап қоймайды. Почему-то. Хотя надо бы. Талап қойса ұят болады ғой. Конечно. А ол енді бұл кімнің проблемасы? Қазақ қауымның проблемасы. Бірақ сіздің қойып отырған сұрағыңызда ер азаматта ондай список жоқ деп тұрсыз ғой. Он ей-то поставил такой талап. Неге өзіне қоймады? Өзіне ол қоя алмайды. Потому что норманы. Потому что ол уровень нормы определяет она. И проблема опять-таки упирается в нас. И жаңағындай өзіңді өзгерт деген нәрсе осы жерден шығады. Өзіңді өзгерт мынаның талабына сай келе емес. Өзіңді өзгерт, өзіңнің талабыңды біл. Сен оның разылығын, конечно, сен оның разылығын табам деген ниетпен тиіп тұрсың ғой. Енемді де риза қылам, осы күйеуімді де риза қылам. Бүкіл мен қанша қыз баладан, қыз келіншектерден, қазір уже енді 20 жылдық, 30 жылдық стажы бар әйелдер терапияға келіп отырған. Мен олардан сұраймын да мысалы. Сен өмір бойы риза қылам деп жүрдің. Риза қылалдың ба? Болды ма сол адам? Жоқ. 100% сөйтіп жауап береді. Мен риза қылам деген сайын ол тоңқаяды. Мен риза қылам деген сайын ана кемпір шалқаяды. Риза қылған, бірақ нәтижеге жеткен адам жоқ. Енді менде мындай натуральный, естественный сұрақ шығады. Почему біз, неге біз жасаған әрекетіміз біздің қалаған нәтижемізге әкелмеген жағдайда да сол әрекетті жасауға талпына береміз? Енді қараңызшы, бұл жерде қоғам сондай ғой, бәрі солай жасап жатыр ғой. Бір адам істесе, бүкіл ауыл жабылайын деп тұр да, бүкіл әулет жабылайын деп тұр бұл жерде. Дұрыс, онда біз, мысалы, давайте былай зерттейікші. Мен деп бүкіл қазақ қауымның қыздары ретінде менің атымнан сөйлейін, е? Мен онда бүкіл қазақ қоғамы солай істейді. Мен бірдеңе айтсам, бәрі жабылайын деп тұр. Енді олар да бақытсыз, значит, мен де бақытсыз болу керекпін деген позициямен өмір сүрсем, онда давайте мен онда высший нормаға секірмей қойын. Давайте мен онда сұрақ қоймай қойайын ондай. Неге мен бақытсызбын? Неге менің күйеуім бұндай істеп жатыр? Неге менің енем бұндай істеп жатыр деген сұрақ тек қана қандай әйелдің ішінде туындайды? Уже әрекетке дайын. Уже әрекетке дайын. Басқа бір потенциал бар екенін, басқа да бір варианты развития события бар екенін уже біліп шетін сесіп қалған әйел. Но оны біле тұра ол уже бармайды. Қоғам сондай деп отыра береді. Тін болса, нәтиже басқа күтуге болады ма? Былай ғой, мен постоянно келтіретін үлгім бар. Бір 3 литрлік кастрюльді алдық. Бір бел омыртқаны ішіне салдық. Жас малдың кішігірім бел омыртқаны. Сорпаға енді бір 3 литр сорпа шығатындай етті салғаннан кейін 2 литр су құйдық. Енді 2 литр суға, бір бел омыртқаға 7 қасық тұз салсақ. Нәтиже ұнай ма? Жоқ, конечно. Хорошо, кастрюльді төктік.
омыртқамызды шығардық, тұзы сіңбей тұрғанда суымызды төгіп, қайтадан су құйдық, тура сол кастрюльге, тура сондай бел омыртқаны салып, жаңағы бел омыртқаны газға қойып, тағы 7 қасық тұз салсақ, нәтиже өзгере ма? Өзгермейді. Но біздің істеп жатқанымыз сол да. Одно и то же. Одно и то же. Сіздің ең алғаш қойған сұрағыңыз, неге ер азаматтар полномочиясын асып қолдануда? Себебі біз соған мүмкіндік туғызып тұрмыз. Енді бұл жерде мүмкіндік туғызып тұрмыз дегенде, бәрін тыстаңдар, ешкімді тыңдамаңдар деген әңгіме емес. Но менің айтқым келген нәрсе, сен өзіңе өзің қандай қарым-қатынаста болсаң, сенің күйеуің сондай қарым-қатынаста болады саған. Менің айтқан аксиомама келгім кеп тұр. Может быть, ол аксиома да емес, может, ол теория болуы мүмкін, гипотеза да болуы мүмкін. Дегенмен, ер азамат талап қойған кезде қыз балаға, бұл қыз бала мен соны істеймін деп өзіне сондай қарым-қатынас көрсетіп тұр ғой. Демек, ана же